Жылда қаңтар ортасынан ауа райы бұзылады. Боран борап, қар жауып, не үскірік аяз түсіп, әйтеуір табиғат бір мінезін көрсетіп қалады. Табиғаттың әр құбылысын есептеп, бесқонақ, құралайдың салқыны, тағы да сол сияқты ат қойып, айтар тағып жүретін аталарымыз осы күндерді бөрі сырғақ деп атаған екен. Олай дейтіні дәл осы уақытта қасқыр ұйығады. Қаншығы күйлеп, арланның көзі қызарып, осы ала дүлей бұрқасынға оранып, махаббат машақатын өткізеді екен. Жылына жалғыз-ақ рет көретін 5-6 күндік қызықтары ғой. Содан ба дәл осы күндері ештеңеден де тайынбайды екен. Былайғы уақыттарда қасқыр қатты ашыға қоймаса, не бірденеден өшікпесе, адам мен малға шаппайды. Даланың аңын аулап, жеп жүре береді. Алыстан бүлкілдеп, адамнан ұзап кетуге тырысады. Ал осы бөрі сырғақта ғашықтық ғаламатынан естері ауып, көздері қып-қызыл болған қасекендер жолында не кездессе де дал-дал қылып кетеді. Адам болсын, мал болсын, жайратып салады, бірақ жемейді. Осыны білген шаруа бұл күндері малын қыстауынан ұзатпай, адамға да, малға да сақ болған. Қазіргі қазақ бөрі сырғақ атауын ұмытқан. Орысқа еріп, крещенские морозы деп жүргенімен қоймай, мұзын крес пішімді қып, ойған суға Аллаху акбар деп айғайлап, түсіп жатқан санасыздарға не дерсін? Бөрі сырғақты ұмытқан қазақ бөрілігін де ұмытты ау.